үйге жаны бар адамның суретін іліп қойып жатады. Дүниеден өткен аталарының, апаларының суреттерін іліп қойып жатады. Сол кісілерге айтатыным, қатты сағынып баратсаңыз, альбом қылып жаныңызға қойып қойыңыз. Олай іліп қоймаңыз. Жаныңызға алып жүріңіз. Немесе бір альбомға салып қойыңыз, сағынғанда өзіңіз көріп тұрасыз. Ал ондай іліп қойсаңыз, ол үйге періште кірмейді. Ол жерде оқылған Құран періштенің құлағына шалынсын деген дұғаларыңыз қайда кететінін өзіңіз көрдіңіз. Сол үшін бауырлар, сурет мәселесіне өте мұқият қараңыздар. Қатты сағынып бара жатсаңыз, сол суретті сақтап, альбом қылып үйіңізге қойып қойыңыз. Сағынғанда ашып көріп тұрасыз. Ал көп адамдарды білем, үйінің төрінде ілініп тұрады, оны көрмейді да, қарамайды да, соның жанында жүре береді. Одан гөрі жақсы қылып альбом қойып қойсаңыз, сағынған сайын көріп ашып тұрасыз. Қазір мына заманда телефоныңызда бар, қолыңызда телефоныңызда сақтап қойыңыз, анда-санда сағынғанда ашып көріп тұратын.